Баршаға сәлем, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін заказға осындай дәмді, өте жасалу қарапайым, баклажаннан осындай рулеттерді қалай жасалу жолдарын және рецептін осы видеода толық көрсететін боламын. Ал бісмилла деп, ең алдымен бізге 1 килограмм баклажан керек болады. Баклажанымызды жақсылап жуып, содан соң осындай ұзынша етіп, жұқа етіп, осындай бөліктерге бөліп, пышақпен жақсылап бөліп аламыз. Содан соң бұл баклажанымызды үстіне бір кішкентай қасықпен тұз салып, үстінен су құйып, осы судың ішінде, тұзды судың ішінде 20 минуттай салып қоямыз. Ол тұз, баклажанның кішкене бір қышқыл дәмі шығады ғой, сол дәмін алып кететін болады. Тұзбен ол дәм жоғалатын болады. Мұны осылай, содан соң 20 минуттан кейін баклажанымызды алып, баялды қазақша. Баялдымызды алып, салфеткаға немесе пергаментный қағазға, немесе бір сеткаға кептіреміз. Содан соң бір ыдысымызға ұн саламыз, бір ыдысымызға 4 жұмыртқамызды осылай араластырып аламыз. Тағы бір ыдысқа панировочный сухариді осылай дайындап қойып аламыз. Содан соң баклажанымызды ең бірінші ұнға аунатамыз. Жақсылап екі жағын бірдей етіп, ұнға аунатып, оның кішкене қағып, бұны жұмыртқаға саламыз. Жұмыртқаға салып, бір тексетіп, жұмыртқаға бататындай етіп бір басып, содан соң аунатып, оны панировочный сухариға салып, панировочный сухарida екі жағын бірдей етіп, жақсылап аунатып алып, содан соң табаға кішкене ғана май құйып, табамызға осы баклажанымызды екі жағын бірдей етіп, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Бұл жерде майды тез тартып кетеді, әр қуырған сайын кішкене май құйып қуырсаңыз болады. Баклажанымызды қуырып болғаннан кейін ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге помидор, яғни қызанақ және салат жапырақшасы керек болады. Бұл жерде фетакса сырын, творожный сыр, әртүрлі салмалар салуға болады. Мен бүгін осылай жасап көрсетіп жатырмын. Тағы да майонезге чеснокты майдалап турап, майонезге араластырып, осылай дайындап қоямыз да. Дайын болған баклажанымызға осы майонезімізді жағып, содан соң салат жапырағын қойып, шетіне помидорымызды қойып, қызанақты, содан соң әдемі етіп ораймыз. Мәні осындай өте дәмді, өте қарапайым, дәмі тіл үйіретін, қытырлақ, сырты іші дәмді баклажандық рулеттеріміз дайын. Достар, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, және достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.